Не деген қорқынышты? Ойбай! Ана көшеде не болып жатыр? Қараш! Бұл менің кінәм. Қалай? Неге олай дейсің? Мен қорқынышты шығармалар жазатын жазушымын. Шығармаларымды үйімде жазамын. Кейіпкерлердің неше түрлі бейнелерін ойлап табамын. Кейде ойымдағыдай шықпай қалады. Сонда қатты ашуланам. Ал енді менің қиялымдағы қорқынышты кейіпкерлер шынайы өмірде де пайда бола бастапты. Бұл қалай болғаны? Енді не істейміз? Ой, басым, ақымақ басым. Мына көшеде жүрген құбыжықтардың түрі таныс. Мынаны мен бір апта бұрын ойлап таптым. Ал мынау туралы 2 күн бұрын ойлаған едім. Ал мынау кеше түнде ойыма келген сияқты еді ғой. Енді не істейміз? Сарыны шақырайық. Ол не істеу керегін біледі ғой. Маған мән жайды түсіндіріңдерші. Жақсы, бұлай істейік. Құбыжықтарды жинап, осында әкелуіміз керек. Бірақ бұл бұзықтарды қалай жинаймыз? Менің кітаптарымда құбыжықтардың бәрі балмұздақты жақсы көреді. Сол арқылы жинап көрейік. Тәтті балмұздақ, тегін, кімнің жегісі келеді? Тәтті балмұздақ, тегін, кімнің жегісі келеді? Тәтті балмұздақ, тегін, кімнің жегісі келеді? Рахмет, Сараға! Сараға, рахмет сізге!